Баққожа Мұхай, Өмір Зая романы. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса лайк басып, пікір бөліміне өз ойларыңызды жазып, және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. 50-ші бөлім. Қаншалық құмартқамен Алматыдағы желтоқсан дүрбелеңі туралы аяған айызы қанып әңгіме ести алмады. Дәрігерлердің қабағынан байқағаны, бұрынғыдай емен жарқын емес, бірімен бірі шешіліп сөйлеспейді. Араларында бәленбай қақтығыс болмағанмен, мұндағылар орыс қазаққа бөлініп алған сыңайлы. Соған қарағанда үлкен дүрбелең болған-ау деп ойлайды. Нақты дерегі жоқ, алып қашты әңгімелерден кісінің жаны шошиды. Анда-санда туыстарына келіп кетіп жатқандардың сөздерін құлағы шалғаны бар. Орыстардың айтуына қарағанда, қазақ студенттер қаланың бір шетіндегі бақшаға басып кіріп, кішкентай орыс балаларын өлтіріп кеткен көрінеді. Осылай деп еңіреп жылап отырған кемпірді көріп, аяған жағасын ұстаған. Әкесіне келген қазақ қызы алаңға шыққан жастарды танкпен таптағаннан, жүздеген адамның қаза тапқанын айтып, жылап отырды. Өзің көрдің бе деп сұраған аяған. Құрбым айтты, деді қыз. Бәрі осылай дейді. Ешқайсысы өз көзімен көрмеген, біреулерден естіген. Аяғанның аңғарғаны әркім өз ұлтын жақтайды. Орыс пен қазақтың арасы тым ашылып кеткен сияқты. Мұса Байларовтың әкесін Наполеонның орнына әкеліп жатқызған. Шалдан сыр тартып көріп еді. Мүлде ештеңе білмейтіндей меңірейіп отырып алды. Балама жаманат жұғады деп қауіптенетін тәрізді. Соңына шам алып түсіп, сары ізіне шөп салып, осы жағдайға душар еткен кісінің әкесі екенін біле тұра, ес қарияға аяғанның көңілі құлады. Ұлы екеуінің арасындағы әңгімені толық естіп, шалдың кім және қандай жан екенін білмесе, оған соншалық ілтипат көрсетпес еді. Алғаш көрген сәтті-ақ ол Алдияр Ақпанұлына ұқсайтын секілденген. Несі ұқсайтындығын қанша ойланса да таба алмай діңкелеген. Шалдың нені болса да бетке тура айтатын мінезі, көрінгенге сыр шашпайтын қасиеті, тауып сөйлейтін ерекшелігі, аяғанның есіне әр сәт сайын ұстазын салады. Алдияр мен есті, құдіретті күшті құдекең бір материалдан жасай салғандай болып көрінеді. Айырмашылық сыртқы пошымдарында ғана. Ес еңселі, етжеңді келген, дөңгелек жүзді кісі. Сиректеу сақалын еркіне қоя беріпті. Күні бойы сақалын саумалап, аллалап отырғаны. Сыртқа да көп шықпайды. Орысшаға шорқақ болғандықтан, іші пісіп жататын Соломон патшамен шешіліп сөйлеспейді. Оның үстіне бүкір шалдың шалды күйлі сөздерін естіген соң көңілі суып қалған сыңайлы. Бүкіш шалдың сұрақтарын естімеген адам болып жата береді. Келгелі бері аяғанмен де шешіліп сырласып, қарық бола қойған жоқ. Мұндағылардың барлығы ақылынан алжасқан адам деп ойлайтын болу керек. Бәріне күдікпен, сенімсіз көзбен қарайды. Өзіне бағышталған сөзді жауапсыз қалдырады, немесе сылтау айтып құтылады. Келгелі бері шалды айналдырып, оның әңгімесіне шөлдеп жүрген аяған бүгінде оны сөзге тартты. Ақсақал, сыртқа шығып таза ауа жұтып қайтпаймыз ба? Бүгін жексенбі, әрі-бері жүріп қан таратып қайтайық, деп өтініш білдірген аяғанға шал аларып бір қарады да үндемей отыра берді. Қимылсыз жата бергеннен пайда жоқ. Сізге қимыл қозғалыс керек, қария. Қимылдап болғанбыз шырақ. Ұзынымыздан түсіп, қимылдамай жататын уақытымыз келген біздің, деді шал тық-тық жөтеліп. Жаны жайсаң жақсы адамдар бүгінде ертеңде, қысқасы әрқашан керек, қария. Басқаға керек болмасаңыз да қоғамға, адамдарға керексіз, деді жігіт екі көзін шалдан алмай. Ес қария селк етіп оған жалт қарады. Заманда, қоғамда жақсы адамдардың аздығынан қасірет шегеді. Солай де, солай екен-ау, деп кең-кең күлді шал. 32-дегі нәубет, 37-дегі зобалаң жақсылардың аздығынан болған екен-ау. Естисіңдер ме? Деп тып-тыныш жатқан Соломон жастықтан басын жұлып алды. Сыртта бір сұмдық болып жатқан сияқты. Рекет, қашу керек, палундыра. Жан тәтті болған жастық шақта бас сауғалап қашқамыз. Енді қашқанда ұшпаққа шықпаймыз, деп күрсінді ес қария. Ақсақал, жындыхана кеңес үкіметіндегі ең қауіпсіз орын, деді аяған, топырлап орнынан тұра алмай жатқан бүкіш шалды тыныштандырмақ болып. Олар мұнда келмей ме? Келмейді.
Соломонның көңілі орнына түскен тәрізді. Көзіне жылт ойнап шығып, рахаттанып қарнын сипады. Жақында пенсия өседі. Партияға мүше болғаныма 50 жыл толады. Охо, әлі өмір сүреміз біз, деді күлмеңдеп. Ес қария ақырын ғана күрсініп қойды. Естімеген елде көптеген. Естисіз қария, деді аяған күйінішті үнмен таусыла сөйлеп. Туған анасын бауыздап өлтірген жауызды осында алып келген екен. Ол қашып кетіпті. О, тоба. Бұл үй адамға да, наданға да пана болып тұр ғой қазір. Естің қабағы шытылды. Аяғанның аузынан шыққан сөзді өзіне арналғандай ауыр қабылдады. Айтып жіберетін ащы сөз тілінің ұшына келгенмен, шал ашуын сабырға жеңдірді. Ауру адаммен шапылдасып, шатақтасып жатқанда дұрыс көрмеді. Менің бетіме түкірмеген сен қалып едің балам. Пенде баласына бастырмап ем кеудемді. Қартайғанда көрдім-ау қорлықты, деп егілді шал. Өзінің аңдамай ағат айтып қалғанын түсінген аяған шалды құшақтап. Кешіріңіз, деді. Ес қария үнсіз қалды. Сонымен сыртқа шықпайсыз ба? Шал үнсіз бас шайқады. Менімен қатар жүргіңіз келмейді. Себебі мен жындымын. Ал сіз сап-саусыз, деп мырс күлді жігіт. Ес оған жалт қарады. Екеуінің көздері тоқайласқан. Шал басын тұқшитып, аллалап сақалын сипады. Неге екенін өзі де білмейді. Осы жігіттің алдында жүні жығылып, абдырап қалады. Қай уақытта болса да өзінен көз алмай қадала қарап тұрғаны. Кірпік қақпайды, жүні жығылмайды. Бейшарай, ауру ғой деп мүсіркейтін. Байқап қараса сөзі пысық, ауру адамға ұқсамайды. Сақал мұртын, шашын өсіріп жібергені болмаса, басқа аурулар секілді әбес әрекетке бармайды. Ешкімге қосылмай жападан жалғыз сыртта жүреді. Бір уақытта қалжылдап, тоңып, бөлмеге келеді де, шалқасына түсіп жатып алып, терең ойға кетеді. Мен бәрін білемін қария. Жалғыз бала үшін басын оққа байлаған талай адамды білеміз. Шал көкірегі қарс айрылардай күрсінді. Ләмдеместен орнынан тұрып, қыстық палтосын киді де, есікке беттеді. Аяған оның соңына ерді. Жапалақтап қар жауып тұр екен. Жер дүние әппақ. Күндегідей емес, ауа жұмсарыпты. Аяған аспанға қарап аузын ашты. Бетіне қонған ұлпа қар еріп, мойнына қарай сырғанады. Ол жата қалып қарға аунады. Қары көрмегелі қанша уақыт. Қыстайғы өмірі түрмеде өтті. Мамыр айында түрмеден шыққанда жерде алашабыр қар бар еді. Бірақ ол мынау сияқты аппақ, таптаза емес, әбден кірлеген, сүрленген қар болатын. Қария, қардың иісі қандай тамаша, деп дауыстады аяған. Жұп-жұмсақ қарды көсеп алып, құшарына қанбай иіскелеп, сонан соң бетін жуды. Қарға аунап, қарқ-қарқ күлген жігіттің әбес әрекетінен күдік алып қалған. Оның сөзіне бола сыртқа шығып кеткеніне өкініп келеді. Қария, мен де өзіңіз сияқты мұнда күшпен түскен кісімін, деді жүгіріп келген жігіт оны құшақтап. Жерге аунағаныма қарап, қорқып қалмаңыз. Мен де адаммын ғой, қарияу. Аяған әнтек езу тартып сөзін жалғады. Сіз секілді жанымды мазалаған ойларымды ашық айтқаным үшін кеңес үкіметінің саясатына қарсы деп түрмеге қамады. Ол жерден ақталып шығып ем. Осында әкеліп қамады. Кешірмеді. Шырылдап шындықты айтқанды өгейсітіп, өкпеге тебе берсе, оның төрінде жағымпаздар мен қорқақтар. Қарабасының қамы үшін туған әкесін оққа байлап кететін шіріктер қалмай ма қарияу? Әй, жерге қараттың-ау мені, тірідей көмдің-ау әкеңді. Бар арманым сені жеткізіп, қызығыңды көру еді, жеттім арманыма, деп күңіренді шал. Мен балаңыздың екеуіңіздің араңызда болған әңгімені түгел естідім, деп аяған төтесіне тартты. Жайбарақат келе жатқан шал селкетіп қалт тоқтады да жігітке күдіктене қарады. Сіз маған өте ұнадыңыз қария. Сізге басымды емін. Сіз сияқты асыл азаматтар сирек, өте сирек. Кімнің кім екенін басына іс түскелі біліп жүрмін. Қолында барда бетіңе жылтырағандар басыңа іс түскенде танмай кетеді екен. Мен жалғыз қалдым. Шындықты айттың деп бәрі теріс айналды. Тілімнің құрып бара жатқанын айттым. Дінімді қорғадым. Сол үшін кеңес үкіметінің саясатына қарсы адам болып шықтым ғой қария, деп күлді қызулана сөйлеп келе жатқан жігіт. Шалдың оған деген ниеті түзеле бастаған секілді. Жігітті қолтықтап алған. Қымыс етсе, саясат шығады алдымыздан.
Адам болмаса ол кімге, неге керек? Айтыңызшы, білсеңіз. Қай мемлекетке де алдымен адам, сонан соң саясат керек емес пе, қария? Жалған дүние-ай, деп күңіренді шал. Адам арзандап кетті ғой қарағым. Саясат парауыз. Адам сол парауыздың пешін қыздыратын отын сияқты болып қалды қазір. Не дейін-ай, білгенімді айта алмай омалып отырсын мынау. Әттеген-ай, аяғым тұсаулы, қолым байлаулы, аузым құлыптаулы ғой. Ай заман-ай. Адам робот, адам құл. Ол еркін ойлауға, еркін сөйлеуге тиіс емес дейді біреулер. Шеңберден шыға бастаған еркін ойлы азамат саясатқа қарсы күш ретінде жазаланады. Мысалы, мына сіз және мен деп аяған шалды иығынан ақырын ғана түртті. Сосын өз кеудесін нұқыды. Азаттық жоқ жерде қоғам аквариум. Біз аквариумдағы балық сияқтымыз қария. Ал біреулерге сол аквариумдағы өмір ұнайды. Суы борсып кеткенмен онда акула жоқ. Әсіресе Соломон мен Наполеон сияқтыларға сондай өмір керек. Өйткені олар құл. Екеуде мұртты көсемнің ықпалынан ешқашан шыға алмайды. Ешқашан. Оларға азаттықтың керегі жоқ қария. Азаттық өзін-өзі сыйлайтын ақылы бар адамға керек. Ал сіз мүлде басқасыз. Жасыңыз солармен қарайлас болғанмен, әлгілермен бір заманда өмір сүргенмен, оларға мүлде ұқсамайсыз. Сіз Алдияр Ақпанұлына ұқсайсыз. Сондай бір ғұлама болған. Оның көрмегені жоқ қария. Біз не көрмедік? Отқа салды, жамбадық, суға салды, батпадық. Партиямыз өл деді, өлдік, өлтір деді, өлтірдік, деп күрсінді шал. Құлы көп мемлекет күшті мемлекет дейтін Алдияр Ақпанұлы. Кемшілік қоғамда емес шырағым, адамда. Қоғам кеме, қалай бұрсаң солай жүреді. Қоғам поезд, ол темір жолмен ғана жүре алады. Жол жүйе, социалистік жүйе. Сондықтан поезд сол жолдан шыға алмайды. Жолдан шықса апатқа ұшырайды қария. Алматыдан шыққан пойыз Мәскеуге, Ленинградқа да бармай ма? Деді шал жігіттің түпкі ойын танып. Бұл заманда пойыз бармайтын қала жоқ қарағым. Қария, пойыз аса сенімді көлік болғанмен Америкаға, Жапонияға бара алмайды. Қарағым, күндердің күнінде мұхиттың үстіне де көпір салынар. Ой айтасыз-ау қария, деп қарқылдап күлді аяған. Жындыханаға түскелі бері адам сияқты көңіліндегі ойын ірікпей ақтарып, шешіліп сырласқаны осы. Жаны жадырап бір жасап қалды. Жапалақтап жауған аппақ қардың астында екеуден екеу қыдырып ұзақ жүрді. Ақ қар жамылып, қыдырып жүрген екеуін көріп, терезенің төбінде телміріп, далаға қарап отырғандар сыртқа шықты. Біреулері жалаң аяқ, жалаңбас жүр. Қарға аунап, қар асап, сақ-сақ күліп жүргендерге қарап, ес қария состиып тұрып қалды. Көзі ашып жұмғанша болған жоқ. 3 корпустан 3 санитар шыға келіп айқайға басты. Жаңа ғана рахаттанып күліп жүрген аурулар қасқыр көрген қояндай жан-жаққа тым-тырақай қашып жөнелді. Біреуі ғана жатқан орнынан тұрмады. Жүгіріп келген санитар тұр деп ақырды. Бірақ ауру орнынан қозғалмады. Ашуға мінген санитар қолындағы таяқпен арқасынан салып жіберді. Жаны дыздыққан ес арашаға түспек болып шырқырап ұмтылған. Оны аяған жібермей ұстап қалды. Бұл дурдом, мұнда таяқпен де емдейтін тәсіл бар. Бөлмеге барайық. Бізді де аямайды, деді жігіт суық жымиып. Бұлардың қолына түсе көрмеңіз. Қара күш ақылдан озған заман болды ғой бұл, деді қалшылдап өзін өзі келе алмай тұрған ес қария. Адам арзандағанда осылай болады. Бағасы арзандамаған адамды бұл жер қабылдамайды. Уцененный товар дейді бізді саудың тілінде. Ақылы асқан бекзаттардың үйі жоғарыда, тау бөктерінде деп мырс күлді аяған. Тезірек жүріңіз, анау келе жатыр. Ол сізге адам емес, ауру деп қарайды. Мен аурумын қарағым, деді шал күйінішті үнмен. Жанымда жазылмас жарам бар. Болыңыз қария, болыңыз. Ажалдан қорықпаған есі адамнан қорықпайды балам. Құдайға керек болмаған ақсақ шал пендеге керек болсын ба? Қолында таяғы бар жүнді білек дәу жігіт ентігіп жүгіріп келген бойда ақырып шалдың жағасына жармасты. Далаға шығуға кім рұқсат берді саған? Қарағым, жағамды жібер, мен әкеңдей адаммын. Қарсыласасың ба? Жібер, иттен жаралған, деп ашына айқайлаған шал оны шапалақпен салып жіберді.
Ах, әкеңнің! Жүнді білек дәу санитар таяққа сүйенген шалды бір жұлқып жалпасына түсірді. Арашыға жүгірген аяғанда таяқпен салып жіберді де, тыпырлап орнынан тұра алмай жатқан шалды 2-3 рет оңдырмай тепті. Жат солай жар емес, деді де тымтырағай болып жан-жаққа шашырай қашқан ауруларды қуалап кетті. Кешіріңіз қария, деді шалды қолтықтап тұрғызып жатып аяған. Мен кінәлімін. Шалда үн жоқ, қалш-қалш етіп әрең жүріп келеді. Жалғызымның жақсылығын көрдім ақыры. Ұшпаққа алып шығамын деуші еді. Алып шықты, деді жасқа тұншығып. Содан бөлмеге кіргенше дымы шықпады. Аяған қалбалақтап жүріп, шалдың киімін шешіндіріп, сыртқа алып шығып, қарын қақты. Қайтып кіріп, суыққа тоңып, дір-дір еткен есті төсегіне жатқызды. Кешіре алсаңыз кешіріңіз қария, деді шалға тура қарауға батылы батпай тұрған жігіт күмілжіп. Ес қинала езу тартты. Мұса, қайда жүрсің, Мұса? Деді шал біраздан кейін сыбырлай сөйлеп. Перзенттік парыз, қарызыңнан құтылдың сен. Сен үшін өмірдің қызығын тәрк етіп ем. Сен үшін қанды қырғын соғыста өліп қалмай, кеудемді сүйретіп аман келіп ем, Мұса. Неге үндемейсің, Мұса? Мұса! Бөлменің ортасында состиып тұрған аяған, баласының атын атап сөйлеп жатқан шалға ұрлана қарады. Оның көз шарасы жасқа толып кетіпті. 51 бөлім. Жүнді білек санитардан таяқ жегеннен кейін беті қайтып қалды ма, ес қария бей уақытта сыртқа шығып қыдырмайтын болған. Шыға қалса жататын жеріне алысқа ұзамайды. Көп жағдайда Соломон патшаның аяқталмайтын жүйесіз әңгімесін тыңдап, ұзақты күн бөлмеде отырады, немесе дәлізге шығып, аурухана ауласының бір бұрышындағы қос төмпешікке барып, зар еңіреп, жоқтау айтып отыратын кемпірмен шүйіркелеседі. Екеуі көптен таныс сияқты, алғаш келгенде емес, кемпірге ем дарыған сияқты, оңалған, сөзі түзеліп қалыпты, аузынан темекісі түспейді. Кейде шалды өзі іздеп келіп, сыртқа ертіп шығады. Бала-шағасы жоқ, жалғыз басты болғанына қарамай, іздеп келушілер көп. Аяғанның естуінше, келетіндер інісі мен сіңілісінің балалары көрінеді. 2 күннің бірінде оны мұнысын арқалап келіп тұратын, бірінен бірі аумайтын қыздар мен ұлдарды көргенде іші жылып, көңілі босайды. Олар әкелген жылы жұмсақты кемпір еске тасиды. Жылы жұмсақтың қызығын әрине Соломон патша көреді. Ақсақ қой жатып семіреді дегендей, ауырғалы бері оның қарны шығып, домалана бастады. Қужаның күтуге келгенде одан ұқыпты адам жоқ, ал ес мүлде басқа. Біз асарымызды асадық, жасарымызды жасадық қой, қарағым, заман сендердікі. Біз оны жақтың кісісіміз, дейді кейде. Аяған бір бөлмеде жатқан 2 шалды салыстырады. Мұндайда жатып семірген патшаны кінәламайды. Дертке шалдығып, санасы семіп, кәріп болып қалған кәрі шалды аяйды. Қазірде кемпір әкелген тамақты сылпылдатып соғып отырған шалға соншалық бір аяушылықпен қарап, мұңға батқан. Жанашыр бір адамы жоқ бейшара жалғыздыққа әбден көндіккен. Өзіне ешкімнің жаны ашымасын біледі. Сол себепті де қу тіршілігі үшін жанталасып бағады. Өмір сүру неғұрлым қиындаған сайын пенде баласының оған деген махаббатының күшейе түсетіні несі екен? Адам баласының табиғаты қызығау, қашанда қиынға жүгіреді. Қиналып тапқан бір уыс дәнді мейіз қосып пісірген ақ тоқашқа айырбастамай, шалқаятынын қайтерсің? Мейманасы асып, шалқып тасып жүріп, ғұмыр кешкен пенде өмірдің шын бағасын білмейді. Ешқашан қиындық көрмеген, қарны ашып, көрінгеннің қолына телмірген үзеңгі бауы 6 қарыс пендеге бәрі арзан. Өмірде, адамның басы да бәрі арзан. Аяғанның ойын есік алдында отырған шал мен кемпірдің әңгімесі бөлді. Жалғызда болса балаң бар, менде мына таяқтан басқа ешкім жоқ, деп күрсінді кемпір. Дүниенің бәрін сол бала үшін тәрк қылғанмын. Бала болашақ бетіме түкірмесін дедім, Рахия. Шал бір сәт үндемей қалды. Кемпір тартып біткен темекісін терезеден сыртқа лақтырып тастап, екіншісін тұтатты. Көнемін де тағдырдың басқан салғанына. Көнбегенді қайда барасың? Біз көнуге жаратылған пендеміз. Есеке, қылышынан қан тамған заманның тәлкегіне шыдап, ләмдеместен жүре бердік. Соның арқасында аман қалдық.
әдірем қалғыр. Заманмен жағаласқан небір марқасқалардың басы допша домалап, әлдекімдердің аяқтарының астында жатты. Ей, азабынан басқаның бәрін ұмыттым мен бейбақ. Болған сондай заман. Шыбынжан үшін құлдық ұрдық, құл болдық қой, деді шал қажыңқы дауыспен. Бас көтерер азаматтың басын алды. Қара басының қам үшін туғанына қастық қылар қорқаулар қай үкіметке де керек. Солар аман қалды ғой. Ой Аллай, деп кемпір түнге тұншығып күрк-күрк жөтелді. Армен ақыл ағайын деуші еді бір қария. Армен ақылда иман жоқ, деді жөтелі басылмаған кемпір қинала дауыстап. Тастасаңшы осы құрғырды, деп кейді шал. Кемпірдің жөтелі әрең дегенде басылды. Әжептеуір қиналып қалған екен, кеудесі сырылдап әзер дем алып отыр. 50 жыл серік болған қарағым еді, тастап кету қайда енді? Кетсек бірге кетерміз, деді кемпір ентіге сөйлеп. Деді шал даусын созып. Армен ақыл әлсіздерді төңіректейді. Армен ақыл кісі таңдайды де. Болып алған адамға армен ақыл неге керек? Ақыл азап, ар алдамшы, деді шал сақалын саумалап отырып. Осыдан кейін екеуі көп уақытқа дейін үн-түнсіз отырды. Аяған киініп дәлізге шықты. Сыртқа қарап отырған шал мен кемпір қатарларына келіп тұрған жігітті байқамады. Жаңа түскен ауруларға арналған корпустан шашын тақырлап алдырған, 20-ның 5-еуіне еркін жетпеген қолы кісендеулі жігітті айдап шықты. Жігіт төңірегіне алақ-жұлақ қарап, 2 санитардың біреуін теуіп жіберді де ышқына айқай салды. Убийца! Тәңірім-ай, деді кемпір шошына дауыстап. Сол ғой сол, туған анасын бауыздап өлтіріпті анау сүмелек. Анау ма? Анау? Атам қазақта жоқ індет қой бұл. Ой, сұмдық-ай. Заманның дерті бұл, заманның. 2 санитар ышқына дауыстап, шыңғырып дүниені дүрліктірген жігітті 2 қолтығынан ұстап, сүйреп алып кетті. Кемпір орнынан созалаңдай тұрып жатып. Сыртқа шығып бәрі-бері жүрейік, деді. Сен де жүр балам, жер тайғақ. Есекең екеуміз тайып жығылсақ, қайтып тұра алмаймыз. Шал мен кемпір аяғанның 2 қолтығынан жармасты. Ауа демінде ызғар бар екен. Көпшілік жүретін жол тайғақ. Жауған қарда аурулар күрекпен аршып еді, қайта түскен қырбық еріп, жолға мұздақ байланыпты. Шал мен кемпір қысқа тұсалған аттай, кібіртіктеп жүре алмай келеді. Жығылып қаламын-ау деп үйленген адамдардың әңгімелері қайдан жараса қойсын. Кемпір адым аттаған сайын, аллалап, аяғанға жапса түседі. Естің жағдайы одан да мүшкіл. Таяққа сүйенген ақсақ адамға мұзды жолмен жүру оңай ма? Жаяулар салған жол тар, 3-еуі қатар жүре алмайтын болған соң аяған 2 кәріні олай қарай сүйремеді. Мынадай тайғақ жолда 2 кәріні құлатпай алып жүру оңай емес екен. Біраз ұзағаннан кейін қара терге түсіп, оның шаршап қалғанын сезді ме ес қария. Балам кейін қайтайық деді, тоқтай қалып, ешкімнің келісімін күтпестен жалғыз аяқ жолға түсіп алып, ағаш аяғын сүйретіп ілгері жүрді. Кемпір оның соңына түсті. Есеке, өстіп жүріп бір күні қылжия саламыз, деді кемпір басын изектетіп. Ненің желегі екенін қайдам, далаға шыққым келеді де тұрады. Палатаға ысып кетеді ғой тегі, кейде ауа жетпейді. Алла, бала-шағаның жанына барған соң ал, деп шал бетін сипады. Ерні қыбырлап күбірлеп жаратқанға жалбарынды. Кенет күтпеген жерден алдарынан Наполеон шыға келді. Мен құдаймын, деп кеудесін ұрып, жолдарын бөгіп, тәлтиіп тұра қалған Наполеонға 2 кәрі үрке қарады. Құдаймен ойнама, қарғысына ұшырайсың, деді кемпір оны жақтырмай. Маған қарғыс жағады, деп қарқылдап күлді ол. Құдайдың қарғысына ұшырасаң, ауыз ашуға шаман келмей қалар бейшара. Құдай деймісің, оны жабылып жүріп, әлдеқашан өлтірмеп пе едіңдер, деп Наполеон дарақылана күліп, естің арқасынан қақты. Сталин жолдасың арқасында Құдайдан құтылғансыңдар. Ал ол кеткелі бері ешкімге сенбейтін болдыңдар, ешкімге. Өңкей сатқындар, педараздар. Наполеон қабағын қарс түйіп алып, 3-еуіне кезек-кезек ежірейе қарап, әрі-бері көстеңдеп жүрді. Құдай деген мына мен, күніне 3 уақ менің атымды ауызға алып,
Табынасыңдар, көп уақыт өтпей мына дөделерің Құдайға айналады. Құдай қолдан жасалады, жолдастар. Шал мен кемпір үн-түнсіз бір-біріне қарады да ақырын ғана күрсініп қойды. Ауру адамның мінез құлқын әбден зерттеген аяған Наполеон әңгімесін аяқтағанша орнынан қозғалған жоқ. Алғашқы күндегідей емес. Осы уақытта ол аса шыдамды. Өзіне бағыштап сөз айтқан аурулардың сөзін аса сабырлықпен бөлмей тыңдайды. Олардың көңіліне қарап, реті келсе құптап, қуаттап қояды. Оның қолынан осыдан басқа не жақсылық келсін. Тіріге тірінің қайырым, жақсылық жасауы міндет. Аңғарғаны аурулардың ішінде небір сұңғылалары бар. Кейде ойлайды, әй осылар мұнда ақылы асқандықтан келіп түскен шығар деп. Енді бірде сол адамдар тілін шайнап, езуі көпіріп, асхананың алдында бұтына жіберіп тұрады, немесе кім көрінгеннен қашып, бұрыш-бұрышқа тығылып жүреді. Наполеон өзінің Құдайға айналғанын үшеуіне мойындатқанына ырза болғандай, ауланы басына көтеріп, тарқылдап күліп, анадай жерде қиды қағазға орып түтіндетіп отырған екеуге қарай кетті. Бейшара, бұл да шаршап қалыпты, деп күрсінді кемпір. Сталиннің суретін тастамаушы еді. Одан ештеңе шықпасына көзі жеткен ғой сірә, деп күлді далаға шыққалы ауыз ашпаған аяған. Сталиннің орнына өзі Құдайға айналмақ. Бейшара, пенде баласы болмасқа ұмтылады екен-ау, тәңірім-ай. Деп кемпір ілгері жүрді. Дұрыстап сүйе балам, бірер күнде үйге шыққалы отырғанда бір жерімді сындырып алмайын. Аяған шал мен кемпірді сүйемелдеп ішке кіргізіп жібергеннен кейін есік алдында қыдырыстап біраз уақыт жүрді. Ойы оңға, санасы санға бөлінді. Есептеп көрсе, мұнда келгеніне де біраз уақыт болып қалыпты. Кең дүниеге шығудың жолын іздеп, жанталаса әрекет жасаудың орнына моп-момақан болып, осы тіршілігіне көңілі тоқ пендедей тыныш жүр. Өзі үшін ешкімнің есік тоздырып, қуанып жүрмегенін біледі. Әкенің жағдайы анау, біреу жетектемесе өз бетінше жол таба алмайды. Ауылға кеткен Қадишада хабар жоқ. Сенім артқан студенттерінің де қандай жағдайға тап болғанын ешкім білмейді. Екеуі ара күңкілдесіп сөйлескен дәрігерлердің сөзіне аңғарғаны, студенттерді жаппай оқудан шығарып, алаңға барғандарын жазалап жатса керек. Оларды түгелдей суретке түсіріп алған дейді. Тарих факультетінің студенттері мұндай сын сәтте бас амандығын ойлап, бұғып қалмайды. Тісін қайрап, оңтайын күтіп жүрген Жақия ешкімді аямайды, аянбайды. Кім біледі, мұның күткен жігіттері көздері бозарып түрмеде жатқан шығар. Сол бейшаралар абайламай арандап қалмаса жарар еді. Бәрі шетінен қызба. Аяғанның жалғыз тілегі жігіттерінің амандығы. Алып қашты әңгімелерден оның жаны шошиды. Білемін дейтіндерден сұрай қалса қараспанды төндіріп, ақыр заманда жақындатып қояды. Сондай бір үрей осы күні жындыхананың ауласында қыдырып жүр. Аурулардың кейінгі уақытта сыртқа шықпай қалған себебі осыған байланысты екенін аяғанның іші сезеді. Асхананың іші шаң-шұң айқай. Әртүрлі ұлттың басы қосыла қалса сыпайымсып, дипломатия сақтап тұрмайды. Ең үлкен сөзден бірақ бастайтын әдет тапқан. Соңғы кезде жиі-жиі төбелес шығып қалатын болып жүр. Қолдарында таяғы бар санитарлардан қарасы көрінген сәтте ешкімге әл бермей, өршелене айқайлап, қырып кетердей қимыл жасаған мықтылар мысық көрген тышқандай тымтырақай қашады. Ауруханадағы жағдай шиеленісіп, басымен қайғы болып жатқан жұрт ұлт намысын жыртып, кеңірдектесіп төбелесіп қалып жүргенде сырттағы кең дүниедегі өмірдің қайнап жатқанын аяған ойша шамалайды. Ұлты басқа дәрігерлердің қазақ студенттерін жерден алып жерге салғанын өз құлағымен естіп, оларға дүрсе қоя бергені бар. Сол үшін артық дозалы ине егіп, ес-түсін білмей, тілі салақтап, екі дүниенің ортасында жатқан. Бұл жолы еш өкінген жоқ. Әділетсіз жазаны туған халқым үшін алдым деп өзін өзі жұбатты. Жаны қанша қиналса да ләм деп жағашпай шыдады. Студенттерін өз ұлтын қорғап, шырылдағаны үшін кейбір дәрігерлерге жақпай жаза тартты. Сонда шынын айтуға, жақынын қорғауға қақсы жоқ па? Дәл осындай құқының бар екенін ешкімде жоққа шығара алмайды. Қай заманда болсын, қандай қоғамда болсын, күштілігін істемей тұрмайды екен. Ол жолы аяған ұлтының, халқының намысын жыртқаны үшін емес,
психикалық науқасының асқынып, адам өміріне қауіпті әрекеттер жасағаны үшін тиісті емін алды. Бұл жерде заң жүрмейді. Ал заң кейде шамадан тыс күшті әрі қатал болып кетеді. Заңның өзі аяғанға аузымен құс тістеген күштінің ықпалында жүргендей болып көрінеді. Әрқашан заңның артқы жағында көзге көрінбес алып күш иесі тұрған сияқтанады. Заң кесіп түсетін тұста кібіртіктеп әлдекімге жаутаңдайтын тәрізді. Керісінше, кейде жөнсіз жерде алмас қылышын қынабынан жарқ еткізіп суырып алады. Әділдіктің барына, үлкен шындықтың ешқашан жоғалмайтындығына сенетін аяғанның көңілі кейінгі уақытта күдікке көпті. Тасқа шапса да мұхалмаған сенімі осында түскелі, қу тіршілікті қиып кете алмай сүйретіліп жүрген әртүрлі адамдарды көргелі бері жасып қалғандай. Ешкімде ештеңеден шаруалары жоқ. Жетектесіп күн өткізіп жүрген екі кемпірдің өмірі көп ой салады. Жанталаспай, жанықпай, тып-тыныш жүретін екі кемпір өздерінше бақытты. Олардың ұйқы мен тамақтан басқа уайым қайғысы жоқ. Ал дені сау адамдар оларға күле қарайды. Өйткені олар кем, жар емес. Ақылы асқан адамдардың тіршілігін ойласа, кеудесіне ашу тығылады. Кей сәтте олар аяғанның көз алдында алмас тісті акула болып елестейді. Акула секілді ешбір заңға бағынбайтын, қара басының мүддесін бәрінен жоғары қоятын озбыр жандардың қиянатының құрбаны болған ұстазы Алдияр Ақпанұлының қайғылы тағдыры аяғанның жүрегіндегі жазылмас жара. Ол ешқашан емге көнбейді. Алдияр Ақпанұлы жоқ, бақилық сапарға кетті. Оның өліміне негізгі айыпкер Мұса Байларыпты. Қара жердің бетінен тып-типыл жоғалтып жіберсе де, ол қайтып оралмайды. Алдияр Ақпанұлы қатыгез қараулықтың бірінші де ең соңғыда құрбаны болмас. Озбыр жандар жер басып жүрсе, талай марқасқа азаматты әдісін тауып, морт-морт сындырар. Адамды сындырудың мың сан әдісін біледі олар. Бір-бірімен жең ұшынан жалғасып жатқан топ бірін-бірі жауға бермейді. Оларды жеңу мүмкін емес екен. Аяған осыны ұқты. Олармен беріспей күресудің бір жолы дәл өздері секілді топ құрып, тізе қосып әрекет жасау керек екен. Ол үшін екінші біреудің Мұса Байларовқа қарсы мықтының қолтығына кіріп, соның сойылын соғуы тиіс. Түрмеде жатып ойланды, жындыханада жатып ойланды. Бұдан басқа жол таппады. Қасқыр пейілді заманда жалғыз жүріп жол тауып, мақсатқа жетудің мүмкін еместігіне, тіпті оны бұлай қойғанда, адам сияқты өмір сүрудің аса қиынға түсетіндігіне көзі жетті. Бір ғана жол. Қарғылы төбетке айналып, біреудің балтырын қауып, бетін тырнап, арпылдап төсіне шапшу арқылы ғана дегеніңе жете алады екенсің. Өмірдің осындай жазылмаған заңын мойындап, мойнына шынжырбау салғандар ғана мұратына жетіп, шайқалған сайқал дүниенің қызығын шайқап жүріп көретін сыңайлы. Көнбегеннің өмірі қорлық. Өзіңді сындыра алмаған жағдайда озбыр қауым азуын бала шағаңа ақситады екен. Бала адамның бауыр еті. Бала үшін әке жанып тұрған отқа түсуден тайынсын ба? Ішін өртеген күйініш жігіттің езуіне күлкі үйірді. Бірақ қабағының қыртысы жазылмады. Мұң ұялаған мұздай суық екі көз жылымады. Езуіндегі болар болмас күлкі ащы мысқыл еді. Ішті өртеген күйініштің сыртқа шашылып шыққан сынығы еді. Әй, үндемес, деп дауыстады әлдекім. Ойға батып аяңдап келе жатқан аяған селкетіп, басын көтеріп алды. Қарсы алдында екі бүйірін таянып, тәлтиіп Наполеон тұр екен. Үндемес соның қойған аты. Қабағы қату, екі көзі шыныдай шытынап кетейін деп тұрған тәрізді. Қолында күрек. Аяған тіксініп қалды. «Әй, мен сенің басыңды қағайырамын», деді Наполеон тістені кіжініп. «Неге, менің не жазығым бар?» «Жазығың, сен жаусың, халық жаусың». Аяған мырс күлді. Күрегін оңтайлай ұстаған Наполеоннан қорқа тұра орнынан қозғалған жоқ. Қимылы шабын шауда қандай қауқар қалды дейсің деп көңілін демдеген. «Сен Қытайдың шпион екенсің, маған сондай хабар жетті». «Иә, айта беріңіз». «Мойындайсың ғой. Тағы не айтасыз?» «Ах, жау, халық жауы», деп күрегін сілтеп қалды. Аяған қорғанып үлгермеді. Күректің ұшы
сол жақ шекесіне қатты тиді. Қан бұрқ ете түсті. Қанды көргеннен кейін Наполеон одан сайын құтырды. Айқайға аттан қосып, бетін қып-қызыл қан жауып кеткен жігітке ұмтылды. Оның қалт еткен қимылын аңдып, дайын тұрған аяғын күректің сабына жармаса кетіп, бір жұлқып жұлып алды да, шалды шалып құлата салды. Қанына қарайып өлердей ашуланса да, орнынан тұра алмай тыпырлаған шалға қол жұмсаған жоқ. Бар болғаны, 4 тағандап орнынан тұра берген Наполеонның жұмсақ жерінен табанымен итеріп қайта құлатты да, күрек кесіп, қан ағып тұрған шекесін алақанмен басып, өзі тұратын корпусқа қарай аяңдады. Жау, Қытайдың шпионы, алаңға қазақтарды бастап шыққан осы, деп Наполеон айқайлап қалды. Апырау, осы мен бұл жерде неге жүрмін? Аяқ астынан келген ой қосымша соққы болып тиді. Көзі қарауытып, құлағы шыңылдады. Ту алыстан қыз баланың шыңғырған ащы даусы құлағына талып жетті. Бибінің даусы ма мынау? Сол ғой, сол құлыным-ай. Беті басын қып-қызыл қан жауып кеткен жігіт теңселе басып кіріп келгенде, дәлізде тұрған аурулар тұрған орындарында қалшиып қатты да қалды. Тек ес қария ғана. Қарағым-ай, аман екенсің-ау әйтеуір, деп келіп қолтығынан демеп, дәліздің түкпіріндегі санитарлардың бөлмесіне қарай алып жүрді. Ту алыстан бибісінің шыңғырған даусын тағы да естіді. Біз сұғып алғандай жүрегі шаншыды. 51-ші бөлімнің соңы. Жалғасы бар.